Ал енді бастайық. Бүгінгі біздің подкаст қонағы Шолпан Қазантай. Шолпан іскерлік сана деген білім орталығының негізгі қалаушысы. Бүгін өз кәсіп жолы туралы, өз мамандығы туралы, неге осындай кәсіп түрін ашты, айтып береді. Сәлеметсіз бе, Шолпан? Сәлеметсіз бе, Керем. Шақырғандарыңызға рахмет. Сіз айтып кеткендей, қазіргі уақытта қазақ тілінің дамытуы ең бірінші сұрақ болып тұрғаны анық. Сол өз үлесімізді қосайық деп іскерлік сана білім орталығын ашқан себебіміз сол. Өзіңіз білесіз, қазір әлеуметте қазақ тілін дамыту ең бірінші сұрақ болған соң, сіз осы сұрақты өзіңіз қалай негізі осы жолға шықтыңыз? Неге осы іскерлік сана деген орталық керек деп шештіңіз? Қалай осы шешімге келдіңіз? Не сізге мотивация болды, не қуат берді дегендей? Қазақ тілін бәріміз ана тілі болған соң білеміз, күнделікті қолданамыз. Барлық қоршаған құрбыларымыз, достарымыз, ата-аналарымыз бәрі қазақ тілінде сөйлейміз, ол анық. Қазақ тілінен бөлек біз ағылшынша тілін сөйлейміз, орыс тілін сөйлейміз. Әр тілдің өзінің орны бар қауымда. Бірақ қазіргі уақытта мемлекеттік мекемелерде, ұлттық компанияларда, ірі қоғамдарда қазақ тілін, іскерлік қазақ тілін дамытуы өте керек деп танимын. Өзім осы уақытқа дейін ұлттық компанияларда жұмыс істеген соң көптеген жақсы мамандарды кездестіріп, олардың шетелдік білімі бар, көптеген ойларын қазақ тілінде жеткізе ала алмай қалғаны маған өте өкінішті болды. Сол үшін қазіргі уақытта біздің президенттің бағдарламасы бойынша, тіл дамыту бағдарламасы бойынша қауымдағы қызықшылыққа байланысты қазіргі іскерлік қазақ тілін дамыту жағын ойластырудамыз. Өз үлесімізді қосқымыз келеді. Күнделікті көптеген көпшіліктің алдында сөйлеу, тіл кедергілерін жою, және іскерлік қағаздарды жүргізе алу біздің орталық үшін ең маңызды мақсатымыз болып тұр. Керемет мақсат екен. Жалпы сіз өзіңіз қалай осы идеяға келдіңіз? Мысалы, неден басталды сіздің жолыңыз? Осы кәсіпкер жолы дейді, бірақ та әйелдер кәсіпкерлікке бәрібір әртүрлі жолмен келеді. Яғни, көбінесе ер адамдар кәсіпке келген кезде олар бір шешімге келеді, достармен жиналады, бір кәсіпті ашады, бастайды. Бірақ әйелдердің жолы бәрібір әртүрлі болады. Қанша әйел кәсіпкерлерді кездестірдім, әр әйел кәсіпкердің жолы ерекше. Яғни, сізге не мотивация болды, неден басталды сіздің жолыңыз осы кәсіпкерлікте? Мен өзім Қырмеби оқу орнын бітірген кезде бүкіл сабақтың бәрі ағылшын тілінде өтетін. Тек іскерлік қазақ тілі сабағы сол айырмашылығы болатын. Біздің ректорымыз шетелдік адам болған соң, оның үлесі қазақ тілін дамытуға 15 жыл бұрын бағдарламасына қойылғанына қатты қуанып, сол іскерлік қазақ тілі сабағын бітіріп, келешекте өте маған көп көмектесті. Өзім жетінші Азиадада жұмыс істедім, ұлттық компанияда. Сосын Экспо 2017 ұлттық компаниясында жұмыс істеген кезде
құзыреттеріңіз, Осы қабілеттеріңіз? Осы іскерлік қазақ тілі білімі маған өте көмектесті. Іс қағаз жүргізу, келісім шарттарды толтыру, бастықтардың алдында жоспарларымызды, презентацияларымызды қазақ тілінде еркін дайындай алдық. Оға дейін айтып кеткендей, мен көп құрбыларым бізден көмек сұрап, өз ойларын жеткізе алмаған соң, маған ол өте өкінішті болып, сол қазір үлесімді қосқым келіп отыр. Осы әлеуметтік сұраққа көптеген бағдарламалар бар, мемлекеттік, бізде соларға қосылып, солармен бірге жұмыс атқарып жатырмыз. Олар балаларды тегін оқыту, мемлекеттік регистрациядан өткен соң олардың біздің оқып жатқан оқушылардың бағаларын жарты бөліп төлеу, барлық жағдайды жасап жатырмыз қазақ тілін дамыту үшін, қазақ тілін оқу үшін, бәрінің қызығушылық болу үшін. Қазір біз көптеген интерактивті программаларды енгізіп жатырмыз. Жақсы, керемет солай екен сізде. Ал енді қараңыз, өзіңіз рас білесіз, негізі өзіңіз айтқандай, бізде қазір іскерлік қазақ тілі міндет ретінде қарастырылады. Бірақ та ол бірінші жыл емес, екінші жылды емес, негізі 10, мысалы 20 жылдың ішінде қанша рет айтылған нәрсе. Яғни қазақ тілінде еркін сөйлеу керекпіз, қазақ тілінде құжаттар болу керек дегендей, сондай міндет, ұсыныс деп айтуға болады, әртүрлі сөзбен айтуға болады. Бірақ та мағынасы бір, қазақ тілі болу керек. Бірақ та өзіміз көріп отырғандай, әрине бір нәрсе дамып жатыр, қосылып жатыр. Енді сіздің ойыңызша, мысалы 10 жыл бұрын қарастырсақ, және қазіргі таңда қазақ тілін іскерлік негізі біліктілігі қандай деңгейде, жалпы қалай сіз өзіңіз көресіз осы сұрақты? Қазіргі уақытта қазақ тілін сөйлейтін азаматтардың саны үлкейіп келе жатыр. Күнделікті қызықшылығы үлкейіп жатыр, ұлғайып жатыр. Көптеген халықаралық кино программалардың бәрі қазақшаға өтіп, өте қызық деп сенемін. Осы уақытқа дейін көптеген бағдарламаларда қазақ тіліне аударылғаны анық. Біздің жас өспірімдеріміз де қазақ тілінде осы программаларды, бағдарламаларды көргені өте дұрыс деп ойлаймын. Өйткені біз өзіміз балаларымызға үлгі болуымыз керек. Біз күнделікті қазақ тіліне сөйлеп, қазақ тілінде таза сөйлеп, оларға үлгі болуымыз керекпіз. Жақсы. Ал енді жалпы сіз өзіңіз осы іскерлік қазақ тілі маманы ретінде, осы салада жұмыс істейтін адам ретінде өзіңіз көріп жүрсіз, көбінесе адамдардың қандай қиыншылықтары болады осы қазақ тілін үйрену жолында? Өйткені мен өзім білемін, мысалы, көбінесе менің өзімнің құрбыларым, бірге жұмыс істейтін достарым, олар мысалы қазақ тілімен үйренуді бастайды, бірақ та көбінесе орта жолда бір жерде қалдырады. Өйткені уақыт жоқ, ол жарайды, ол бәр жерде болады, өйткені біз жұмысымыз көп, ол белгілі нәрсе. Бірақ та екінші қате деп айтуға болады, екінші негізгі себеп деп айтуға болады. Адамдар неге қазақ тілін дамуын тастайды орта жолда? Сіздің ойыңызша? Сұранысқа байланысты. Егер де жұмыс орныңызда сізде үлкен сұраныс болып тұрса, егер де сізге қазақ тілі жұмысыңызға керек болса, әрине сіз үйренуге талпынасыз. Немесе сіз мәдени салада жұмыс істесеңіз, жаңағы кинематография, радио саласында жұмыс істесеңіз, әрине де қазақ тілін күнделікті қолдана аласыз. Алыс кетпей, күнделікті тойларда, туған күндерде жай өз мнение,
пікір? Жай өз пікіріңді, жай өз сөздеріңді жеткізе алу әр азаматтың борышы деп ойлаймын. Әркім өз ана тілін білу керек, ана тілін дамыту керек, бірінші орынға қою керек деп ойлаймын. Ал енді мысалы сіз эксперт ретінде, тұлға ретінде мысалы мен білемін көбінесе мысалы қай жерде көрсең де мысалы комментарий қазақша жазсаң да мысалы қазақша бір пост жасайын десең де қазақша бір видео түсірейін десең де адамдар астында көбінесе айтады мына жерде дұрыс емес, мына жерде бұрыс деп, мына жерде осылай айту керек, мына жерде осылай істеу керек деп мың әртүрлі сөз жазып тастайды. Сіз сол туралы не ойлайсыз, қалай ойлайсыз, осыны мысалы қалай адамның ойын өзгертуге болады сол туралы? Бір пікіріңіз болса. Сізбен толық келісемін. Бізде сондаймен күнделікті кездесеміз. Бізде сондай күнделікті комментарийлерді аламыз. Ең басты проблема бұл осы уақытқа дейін қазақ тілінің дұрыс бұрыс ережелері жоқтығы. Әр салада, әр регионда әртүрлі қазақ тілі білесіз, әртүрлі қазақ диалекттен басқа сөздері де басқа бөлек болуы мүмкін. Бұл бүкіл елдегі тәжірибе, бұған ешқандай үлкен проблема емес, бірақ бізде мемлекеттің деңгейінде егер де қандай да бір қандай да бір сөздіктер болса, қолданылатын сөздердің ережелері болса, бұндай сұрақтар болмайтын еді. Өйткені қазір әркім өз деңгейінде қазақ тілін үйреніп жатқан соң, әркім өзін қазақ тілін дұрыс деп ойлайды ғой. Егер де мемлекеттік деңгейде сон бәрін укрепить. Нақтап установить етеді, тіркесе, егер де мемлекеттік деңгейде бұл сөздіктер тіркелсе, ондай сұрақтар азырақ болатын еді. Оған мен күнделікті көзім жетіп жүр. Бірақ қазіргі уақытта компания Газконтент? Нет, слова, которые слова казахские формируют. Терминком саласында көптеген профессорлар жұмыс істейді, мамандар жұмыс істейді, лингвистер жұмыс істейді. Солар қазіргі уақытта сол жұмысты атқарып жатыр. Заманауи сөздерді тіркеп жатыр заң бойынша. Және келешекте біз заманауи сөздерді тіркелген түрінде көретініне сенемін. Керемет, жақсы екен. Ал енді менің сұрағым кішкене басқа жолда болды. Яғни, мысалы, адам қазақ тілін даму жолында, бірақ та дұрыс сөйлей алмайды. Кей кезде қате жасайды, кей кезде дұрыс айта алмайды. Содан кейін адамдардан басқа, мысалы, комментарийларды естіп, үшінші рет айтқысы келмейді, өйткені көп нәрсені естіп алып, ол ойлайды, мен онда айтпай қояйын, өйткені қазір айта алмаймын деп дұрыстап. Ал енді мен 5 жылдың ішінде үйренемін, мысалы, содан кейін айтамын дейді. Бірақ адам негізі тілді үйренген кезде, ағылшын тілі болсын, қазақ тілі болсын, қандай тілі болсын, бәрібір оған практика керек. Ең бастысы практикадан бәрі басталады. Тәжірибе болмаса, қазірді 5 жылдан да сөйлей алмайсың. Қазақша да, орысша да, ағылшынша да, қай тілді үйренсең де, дұрыс қой. Ал енді біздің мысалы ортамызда көбінесе адамдар қателерді жей береді. Яғни мына жерде осылай айту керек еді, мына жерде осылай істеу керек еді деп. Осыны қалай ойлайсыз, неге сондай бізде мәселе болып тұр, неге сондай мәселе бізде туындап тұр, және осы мәселемен қалай жұмыс істеуге болады? Біздің қауымда екі тіл мемлекеттік тіл болып саналған соң, көбінесе бәрі орыс тілінде сөйлеп келген осы уақытқа дейін. Ол көптеген кітаптарда, көшелердің аттары болсын, бүкіл қауымда
жылдар бойы как установлено жылдар бойы бекітілген. Қазіргі уақытта қазақ тілін сөйлегісі келген адамдарға кедергі болып түртіп отқандарында анық біз көріп отырмыз. оның бәрін неге екенін тек уақыт түсіндіреді. Өйткені қазіргі уақытта бәрі бір-бірін қолдау керек. Қазақ тілін қандай да деңгейде сөйлесе де көмектесіп кішкене сабырлық сақтап бір-бірімізді қолдап жіберсек, ары қарай бәрі жеңілдеу болады деп сенемін. Ал енді сіз өзіңіз іскерлік қазақ тілінің даму жолында болғандықтан мүмкін бірнеше стратегияны білесіз, қалай осы іскерлік қазақ тілін дамуға болады. Өйткені бәрібір жалпақ тілмен сөйлеген кезде біз мысалы жай өзіміз шай ішіп отырған кезде ол бір нәрсе, ал енді жұмыс жолында сөйлеген кезде ол басқа нәрсе. Өйткені оның ішінде басқа өзінің ережелері, басқа сөздері болады. Яғни сол туралы айтып берсеңіз, қандай бір стратегиялар бар ма? Сиқырлар дегендей. Біз қазір заманауи уақытта тұрып жатқан соң, біз көбінесе теориядан алыс болып, практикаға жақын болып, біздің бүкіл сабақтарымыз тек практикамен өтетін авторлық методикамыз, авторлық әдісіміз ерекшелігі сода. Біз іскерлік қағаздарды мысал қылып сабақта кәдімгідей жұмыс орнын естелетіп бүкіл құжаттарды қазақ тіліне аударамыз. Презентация даярлаған кезде PowerPoint ашып тұрып, қазақша магнитный проектор арқылы қазақша қалай толтыру керек, қалай ойларын жеткізу керек, сөз қорын үлкейтіп, іскерлік қазақ тілі сөздіктерін көбінесе қолданамыз. Сосын тағы біз көптеген 2-3 оқушыларды бір-біріне отырғызып қойып, 2-3 адамды бір-біріне отырғызып қойып, қазақша іскерлік іскерлік сұхбат жүргіземіз. Қиын болсын, көптеген сөздерді қолдана алмаса да, біз көмектесіп отырамыз. Бізде 20 жыл тәжірибесі бар маман, филолог, өте заманауи әйел. Сол Майрамгүл көмектесіп отырады. Сондай атмосферада оқыған мамандар тезірек іскерлік қазақ тілін үйреніп, өзінің күнделікті жұмысында қолданылады деп сенемін. Көріп отырмыз, бәрі солай. Керемет, жақсы екен. Ал енді мүмкін ақырғы сұрағымыз, мүмкін одан тағы бір сұрақ туындайды. Бірақ менде жалпы сізге тұлға ретінде сұрақ. Өзіңіз мысалы қазақ тілін, басқа тілдерді үйренген кезде өзіңіз қандай бір стратегиялармен қолданасыз? Қандай мысалы өзіңіздің ерекше бір жолыңыз болса, мысалы лайфхак дейміз, сол туралы айтып берсеңіз бізге. Бар ма сондай сізде өзіңізге ыңғайлы методикаларыңыз, өзіңіз мысалы жаңа тіл үйренген кезде қолданасыз ба сондаймен? Қазақ тілін әрине өзім ана тілім болған соң лайфхагым жоқ, бірақ ағылшын тілін, басқа тілдерді үйренген кезде ең маңыздысы сол ортада болу. Сол тілде сөйлейтін адамдардың ортасында болсаң, оқу тілді жаттап алу өте тезірек болады, және оны күнделікті қолдану, оқып қана қоймай, басқа жақта да қолданып, ұялмай, тіл қорың жетіспесе де сөйлей беріп, көп күнделікті жаңа сөздерді үйреніп, соларды қолданып отырғанына дұрыс стратегия деп ойлаймын. Ешқандай жаңалық емес сияқты маған.
Дұрыс айтасыз, бірақ та негізі жаңалық болмаса да, бірақ көбінесе бәрі содан басталады. Және де адамдар көбінесе көп әртүрлі жаттығу жасайды, әртүрлі практикаларды өтеді, бірақ та бір өмірде қолданбайды. Сондықтан қолданбағандықтан ол бәрібір бір теория ретінде қалады, тәптің ішінде бір жерден оқып алдым, білдім, болды, қолданбаймын дегендей. Біз де негізі осы подкаст сериясын бастаған негізгі мақсатымыз да сол. Қазақ тілін қаншалықты білсек те, білмесек те, бір нәрсесі бұрыс болса да, бірақ та бәрібір бастадық. Неге өйткені бәрібір бір идеальный вариантты табу үшін бір нұсқаны іздеген кезде бәрібір ол бәрі жолда білінеді. Енді біз бастамасақ, қашанғыдай дайындала береміз. Өйткені біз де мысалы осындай қазақ тілінде подкастты бірнеше жыл бұрын ойлап жүргенбіз. Қазақ тілінде осылай бастайықшы, өйткені бөлісетін мәлімет өте көп, әртүрлі біздің эксперттеріміз бар, бизнес саласында жұмыс жасайтын керемет әйел кәсіпкерлеріміз бар. Солардың тарихымен, хикаялармен бөлісек деп, сондай бір өз ниетпен осы жұмысты бастадық. Бірақ біздің де тіліміз өзіңіз көріп отырғандай 100% әдемі әдеби тіл деп айта алмаймыз, бірақ та қолымнан келгенше тырысамыз, жасаймыз. Оның арасында бір қате болса да оған бәрібір кешірім сұраймыз. Келешекте бәрібір болашақта күн сайын осыны бәрін жүргізген кезде бір жылдан кейін, бір 2 жылдан кейін тілімізді әдемі әдеби тілге дамиды, соған жетеді деп өзіміз ойлаймыз. Және де сіздей осындай әртүрлі іскерлік қазақ тілін, басқа қазақ тілін түрлерін дамытатын біздің күшті эксперттеріміз дамып жатса, негізі мемлекетімізге де үлкен үлес деп ойлаймыз. Қолдағаныңызға рахмет, Әйгерім. Өз үлесімізді қоса аламыз. Біздей көпшілік қоғам болады деп сенеміз. Көп рахмет, Шолпан, бүгін бізбен осындай мәліметпен бөліскеніңіз үшін, осындай студияға келгеніңіз үшін. Көріскенше сау саламат болыңыз.